Белгісіз біреудің күнделігі. Бір оқиға. Бүгін досымның туған күні. Қата жалдап қойғанын айтып, таңертең телефон соққан болатын. Енді міне, бар жақсымды киіп, барымды арқалап айтқан жеріне жеттім. Жол бойы бүгін ішпеймін деген байламға келіп, өз-өзімді қайраумен келдім. Алдында ішкеннің кесірі қатты батты. Беріп тұрған қызға қайратымды өткізе алмай қайтқанмын. Көп адам жиналған екен. Көзіме оттай басылған шашын сары түске бояған, ботагөз аққұба қыз болды. Бойы ортадан сәл төмен ашаң жүзді қызға бірден құмарым ауды. Сазандай санын жалтыратып, көтін бұлтитып, емшегін жартылай жалаңаштап қызыл көйлек киіпті. Дастархан басында өкінішке орай карама қарсы отырып қалыппыз. Оның үстіне ойнақы көзбен атып, іші бауырыма кіріп бара жатқандай сияқты. Ары-бері еңкейгенде онсыз да алды кең көйлегінен 3 размерлі емшегі салбырап көрініп, мені мүлде есімнен тандырды. Қалайда жеке қалатынымызға бек сенімді едім. Міне, арада біраз уақыт өткеннен кейін биге шықтық. Аздап ұрттап отырған қыз масайып қалыпты. Аты Торғын екен. Бастапқы қол жүгірту фазасы сәтті аяқталды. Арасында жарық сөнген кезде болатын баяу ырғақты би кезінде қолдарын емшегінің формасын жақсылап зерттеп шықты. Қысқа етегін көтеріп көтін сипау қызға қатты ұнады. Ендігі кезекте оңаша жерге алып шығу болды. Оның сәті тек жарты сағаттан соң түсті. Таза ауаны сылтауратып, үйдің артындағы баққа алып келдім. Көктемнің соңғы күндерінің бір жылы кезі. Үлкен бір ағаштың қалқасына барып, оңаша қалған соң қыз мүлде ашылды. Су аймаласу процесі өте қатты құмарлықпен өтті. Қай қыздың болмасын, мойнынан суисең асты суланып шыға келетін әдет емес пе? Ақ тамағынан жеңіл өбіп өткенде, қыз ыңырси балқып, қолын менің ауым жүгіртті. Қызыл көйлектің иығы сыпырылды, лифчик төмен түсірілді. Ендігі айқас топ-томпақ екі емшекпен менің қолдарымның арасында өтті. Қыз да менің мүшемді уысы толғанша ұстап рахатқа батып барады. Бір қолыммен келте етектің астына салдым. Трусидің сыртынан жеңіл сипап, сосын барып бір жағына сәл түріп, клитордан сипадым. Бір қолыммен емшегін қысып, екіншісінің сосогын тіліммен кітіктап жатырмын. Амы дымқылданған қыз, маған үйкеліп, даусының ыңырси шыққаннан дайын екенін сездім. Теріс қаратып, ағашқа сүйеп тұрғыздым. Қысқа етекті жоғары түрдім, труси бір жағына қарай ысырылды. Жайлап бойлата сұқтым. Қыз балқи ыңқылдай бастады. Екі емшектен қыса ұстап соққылай бастадым. Менің ырғағыммен бірге қыздың тынысы да жиілей бастады. 10 минуттай ыңқылдаттым. Жалма жан суырып алып сыртқа бітірдім. Қыздың сәл-пәл тершіген жүзінен ризашылықтың табын таныдым. Үлкен ағаш қалқасындағы Торғынмен жақын таныстық үйдің екінші қабатындағы тар бөлмеде жалғасты. Бірақ ол жағы кейін. Басқа оқиға.